Неге көп адамдар жақсылықты көрмейді, естімейді? Бұл физикалық қабілет емес. Бәріміз естиміз, бәріміз көреміз. Бірақ бұндай адамдар Алладан толық алыстаған адамдар екен. Алла тағала Бақара сүресінде жазып кеткен: құлақ тұмша, көздеріне перде қойылады дейді. Бұндай адамдар шындықты естігілері келмейді, насихатты жақтырмайды, дұрыс сөзден қашады екен, және ақиқатты көрмейді екен. Белгілерді көре тұрса да ғибрат алмайды екен. Ғибрат алу деген ол естіген нәрседен сабақ алу. Өзін түзеткісі келмейді екен. Қанша айтсаң да тыңдамайды екен. Міне осылардың бәрі болғанда тіпті қорқынышты екен. Егер рухани баю және табыс туралы тегін сабақ көргіңіз келсе, менің комментарияма тегін сабақ деп жаза кетіңіз, немесе менің жекеме WhatsApp номеріңізді қалдырыңыз. Осындай тегін сабақ арқылы сіз өзіңізді өзгерте отырып өміріңізді өзгерте аласыз. Алланың адал ризығына кенеле аласыз. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Алла разы болсын. Шешім қабылдап әрекет етіңіз.